Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тіл сабағын жалғастырамыз. Өтетін тақырыбымыз миуалы ағаш. Бүгінгі біздің мақсатымыз мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу, мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Сабақ басталмас бұрын сендерге психология ахуал жасаймын. Қайырлы күн, балалар, қайырлы күн, ашық аспан, қайырлы күн, қонақтар, қайырлы күн, бар жақсылық өзімізге. Ал балалар, мына суретте тұрған кім? Дұрыс айтасыңдар, бұл біздің ақынымыз Жамбыл Жабаев. Ақынның қандай өлеңдерін білесіңдер? Есімізге түсірейік. Миға шабуыл жасайық, балалар. Мына тұрған суретте қандай ағаш деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар, бұл долана ағашы. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді оқып, мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. Дескриптор: мәтінді оқисыңдар, нақты ақпараттарды анықтайсыңдар және сұрақтарды құрастыра аласыңдар. Ал балалар, мәтінді оқып болған соң сұрақ құрастырып, маған жеке чатыма жібересіңдер. Екінші тапсырма: берілген сөз тіркестерін мағыналарын түсіндіріңдер. Оларды қатыстырып, сөйлем құраңдар. Сабасына түсу, қисық мінез, мерт болу, жеңді білектей, төрт құбылаға жайылу, балта шабу, тәрбиеге көнбеу. Дескриптор: сөз тіркестерін мағынасын түсіндіресіңдер, сөйлем құрастырасыңдар. Яғни, бұл жерде әр сөз тіркесінің мағынасын түсініп, сөйлем құрастырамыз. Енді антоним сөздер дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Мысалы, күн, түн, ыстық, суық, әні, міне, кету, келу, ерте, кеш. Антоним грек тілінен шыққан анти, қарсы, анота, атау деген білдіреді. Ана, әке, жер, аспан, жоғары, төмен, шал, кемпір. Ал енді осы мысалдарға қарап отырып, біз антонимге ереже шығара аламыз. Яғни, мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антоним дейміз. Мысалы, зат есімнен алатын болсақ, өмір, өлім, сын есімнен жас, кәрі, есімдік, анау, мынау, етістік, ашу, жабу, үстеу, әрі, бері, ерте, кеш. Үшінші тапсырма антонимге байланысты. Берілген сөздердің антонимдерін тауып жазамыз. Жақын, денің сау, өтірік, жуан, теріс, ыстық, қисық, ұсақ. Дескриптор: антонимді жазасыңдар. Төртінші тапсырма. Тыңдалым мәтін бұл саналады. Елімізде дәстүрге айналған ағаш егу күніне байланысты бейнежазбамен танысып, оқушыларды ағаш егуге шақыратын жарнама жазыңдар. Дескриптор: бейнежазбаны көресіңдер, жарнама жазасыңдар. Мен сендерге видеоны ортақ чатқа жіберем, сол жерден бейнетаспаны көріп болған соң жарнаманы жазасыңдар. Ал енді үйге тапсырма: жердің көркі ағаш деген тақырыпта айналада өсіп тұрған ағаштар туралы әңгіме жазасыңдар. Әңгімеміз
40 сөзден тұру керек. Ал балалар, сабақ аяқталды. Көріскенше сау болыңдар. Тапсырманы уақытылы орындайық.